Тестер, мен бүгін сіздермен өзімнің кейде әртүрлі апталық, айлық немесе семинар сияқты іс-шараларда ұйымдастырып жүрген бір әдісімді, яғни бір іс-шарамды көрсеткім келеді. Ол менде квест ойындары мен жалпы осы уақытқа дейін әртүрлі квест ойындарын ойластырып көрдім. Яғни ол мұғалімдерге арналған, оқушыларға арналған түрлерін жасап көрдім. Соның ішінде мен сіздерге ең қарапайым жасаған, осы оқушыларға арнап жасаған квесттің түрін көрсеткім келіп тұр. Яғни квестті қалай жасаймыз? Ең алдымен біз квест не екенін біліп алайық. Жалпы квест ол бізде кезең-кезеңмен жасалатын, және де әрбір кезең бір-бірімен байланысқан, арнайы бір арасына байланыс бар, және де соңында ортақ бір мақсатқа жеткізетін әдіс, яғни квест технологиясы деп аталады. Оның ішінде бірнеше әдістер қолданылады. Жалпы бұны қай кезде қолданып көруге болады? Оны мысалы, егер де сіз бір квест сияқты тапсырма ойластырып жіберуге де болады, әрбір сабақта, мысалы топтық жұмыс ретінде, немесе әртүрлі айлық, апталық, семинар сияқты кездерде жаңағы іс-шара ретінде өткізуге болады. Яғни квестті ең қарапайым түрден ең күрделіге дейін ойластыруға болады. Адамның фантазиясына қарай неше түрлі квест жолдарын ойластыра беруге болады. Енді мен сіздерге ең қарапайым түрін, мысалы жасап көрген түрін көрсеткім келеді. Бұл квестті кәдімгі партаның үстінде отырып ақ оқушылар шеше алатын түрін жасағанмын. Оған мен өзім биология пәні мұғалім болған екен, жаратылыстану патшалығы 9 сыныптарға жасатып көргенмін. Бұны мен 3 жыл бұрын жасағанмын. Енді ең алдымен топқа бөлу жасалған. Бұл жерде топқа бөлу Flippity платформасы арқылы. Әрине қазіргі топқа бөлудің неше түрлі әдісі бар. Vibe кодинг арқылы жасау, немесе кәдімгі қима қағаздар арқылы бөлсеңіздер болады. Өздеріңіз білесіздер топқа бөлуді. Мен өзім Flippity-мен жасағам. Яғни оқушыларға, 9 сынып оқушыларына сандар берілген, сол сандар бойынша осындай әртүрлі кездейсоқ сандар арқылы топқа бөлінген болатын оқушылар, 4 топқа. Енді жаңағы менің квест ойыным басталмас бұрын, яғни квест ойыным әлі басталған жоқ, кішкене оқушылардың арасында мотивациясын оятып, қызығушылықтарын ояту үшін осындай кішігірім викторина ойластырып жібергенмін. Викторинаны да мен осы Flippity платформасы арқылы құрастырғам. Қазірде викторина құрастырудың түрлі әдістер бар. Яғни жасанды интеллект заманында барлық нәрсе өте мүмкін. Ол кезде енді осы Flippity платформасын мен өте жақсы қолданатынмын. Бұл жерде мысалы физика, химия, география, биология бойынша сұрақтар, мына 4 топ, 100 балл, 200 балл, 300, 400, 500 балл. Мысалы бірінші топтың оқушысы физикадағы 100 деген сұраққа жауап берсе, мысалы ол топқа не жерге 100 деп түсетін болады. Жарайды, бұны енді өздеріңіз білесіздер, қосасыздар или қоспайсыздар. Енді мен квесттің өзіне түсейін. Жалпы квест менде нысандарды бағындыр деп аталған. Әрбір нысанды кезек-кезек өту керек. Жалпы бұл жерде қандай кезеңдерді жасап қойғанмын. Бірінші кезең лабиринт деген. Лабиринтті не үшін қойдым? Бұны жай ғана кіріспе ретінде қойдым. Яғни бұл жерде ешқандай мақсат жоқ. Жай ғана оқушылығын, қызығушылығын ояту. Яғни мақсат жоқ дегенде нақты бір жауабы жоқ дегенім ғой. Бұл жерде бізде яғни топтық жұмыс ретінде этап, бұл суреттер кезеңі. Суреттер кезеңінде бізде суреттер берілген менде. Осы суреттердің алдында қима әріптердің жинағы жатады. Яғни сол қима әріптер арқылы осы суреттердің атауларын құрастырып шығады. Құрастырып шыққан кезде бұл жерде тапсырма мынандай болған, есімде қалуынша, әрбір сөздің соңындағы әріптерді қосқан кезде бір сөз шығады. Яғни ол бірінші нысанның жауабы. Түсініп тұрсыздар ма? Яғни бұны өздеріңіз әртүрлі ойластырсаңыздар болады. Мысалы, ең соңында жауап ретінде не шығу керек? Мысалы, менде бұл жерде ең соңында жауап ретінде толыққанды мақал шығу керек. Сонда мақалдың бірінші сөзі осы жерден шығады, екінші сөзі осы жерден шығады, үшінші сөзі осы жерден, төртінші, бесінші сөзі осы жерден шығады. Сонда, яғни бейнематериалда да бір сөз болады. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 сөзден тұратын менде мақал. Осы квесттің соңғы жауабы. Яғни өздеріңіз білесіздер, қалай ойластырасыздар. Мүмкін мақал, мүмкін бір сөз ғана, жай ғана сөз. Мысалы, әр этаптан бір әріпті ерекшелеп қоюға болады. Немесе ең соңында жауап ретінде
бір суретті қойып қоюға болады да, сосын сол сурет, мысалы бірнеше суретті қойып қоюға болады да, сол суреттерден бір-біріне ортақ қандай зат бар деген сияқты сондай әртүрлі ойластыруға болады. Мысалы екінші сөйлемдер, яғни бұл жерде, мына жерде бар ма екен көрейін, міне бар екен сөйлемдер. Мына жерде әрбір бос орынды толтыру керек. Сонда бос орынды толтырғанда да бұл жерде де есімде қалуынша әрбір сөздің бірінші әрпін қосқан кезде, мысалы мынаның жауабын бірінші әрпін, мынаның жауабын бірінші әрпін, мынаның жауабын бірінші әрпін, осылай барлығын қосқан кезде, яғни бір сөз шығу керек. Сонда менде мақалдың бірінші сөзі осы нысаннан шығады, мақалдың екінші сөзі осы нысаннан шығады. И ребуста да тура солай, мүмкін соңғы әріптерін қосқан, мүмкін ребустың жалпы жауабы шығады ғой, ребустағы жалпы бір жауап шығады ғой, сол жауап мақалдың үшінші әрпі. И пазлда былай болған менде, яғни пазлдың бірінші жағында сурет, екінші жағында сұрақтар болатын. Сол сұрақтарға жауап берген сайын пазлдың бөліктерін құрастырып шығады. Сол пазлдың бөліктерін құрастырғанда ол жерде сурет шығады, бірақ ол суреттің ішінде бір жасырын сөз бар. Сонда мақалдың төртінші сөзі менде осы жерден шығады. Енді келесі, осындай шатасқан әріптермен сөйлемдерді табу керек. Бұл жерде 3 рет немесе 4 рет қайталанған бір сөз болады. Сонда сол сөзді табу керек. Сол сөз менде мақалдың 1, 2, 3, 4, 5-ші сөзі. И соңында бейне материал көреді. Бейне материалда да бір нақты бір мән болады. Яғни бір мағынасы болады. Сонда оқушылар ойланып отырып, осы мақалдың бастапқы сөздерін ойлағаннан кейін, тапқаннан кейін, мысалы мына жақтан бір сөз тапты, уже мақалдың 1, 2, 3, 4, 5, 6 сөз уже табылып тұрғаннан кейін, енді ол мақалды табу қиын емес деп ойлаймын. Сол кезде бейне материалға қарап ең соңғы сөзін табады. Сонда егер мақалды толық тапқан болса, сол топ, яғни жеңімпаз деген сөз. Жеңімпаз, яғни кім бірінші осы квесті аяқтап бітеді, сол топ жеңімпаз. Бұл ең қарапайым түрі. Егер де қаласаңыздар, келесі сабақтарда тағы да қалай күрделі ойластыруға болады, соны айтам. Егер де жасатқыларыңыз келсе, маған заказ берсеңіздер болады. Яғни алдағы уақытта мен тағы да осындай көптеген іс-шаралармен бөлісетін боламын. Бұны кәдімгі партаның үстінде ақ отырғызып ойнатуға болады. Менде тағы да кәдімгідей кабинетте ұйымдастырған, ары-бері жүріп табатын деген сияқты квиз түрлері бар. Егер алдағы уақыттарда бөлісетін боламын. Сонымен оқушылар арасында қандай жарыстар, додалар ойластыруға болады, ол туралы да бөлісетін боламын. Жазылып кетіңіздер. Мен каналымда тек қана ондай әдіс-тәсілдер емес, сонымен қатар көбінесе жасанды интеллект бойынша, сонымен қатар арасында биология қатысты да видеоларды бөлісіп тұрамын. Жалпы барлығына пайдалы деп ойлаймын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.